Атырау қаласының іргесіндегі Жұлдыз 3 ықшам ауданының тұрғындары жылу мен жарықтың азабын тартып отыр. Электр қуатының жиі өшуінен жұрт бала шағасын оқталмай сергелденге түскен. Жаңа ықшам ауданында қыс басталғалы газдың қысымы да төмендеп, бұқара баспаналарын жылыта алмауы да жығылғанға жұдырық болған. Жылу мен жарықтан тарыққан халықтың мәселесін шенеуніктер шешіп беруге уәде берді. Жұлдыз 3 ықшам ауданының тұрғындары талап арыздарын айту үшін тайлы тұя қалмай жиналды. 4000-ға жуық тұрғыны бар жаңа ықшам ауданда жарық жиі өшіп, жұрт жүйкеміз әбден жұқарды деп жыларман болды. Базынасын жіпке тізген бұқара электр қуатының аздығынан жаңадан алған техника атаулы бірінен кейін бірі күйіп бітті деп қынжылады. Ең бастысы қазіргі таманда тоқ мәселесі болып тұр. Ол тоқтың осындай ауа райы салқындай бастағанда, болмаса жаңбырлы күндері тоқтың мезетсіз сөніп қалуы, кешкі тұрым әсіресе. Осыдан бір 4-5 күн бұрын сөнді, кешкі сағат 7:30-да сөнгеннен. Талабымыз акимнан, аким бізді успокоить етеді, өтіріктен бізді алдап отырады. Үйімізде жас балдар бар. Нектір адамдар телевизорлары іштен шығып жатыр. Кім отвечать етеді оған? Холодильник жанып кетті, бойлер жанып кетті. Свет жоқ кезде WhatsApp-қа жазамыз, отырамыз. 109-ға звондаймыз. Жарықпен қоса мардымсыз жылудың мәселесі де жұрттың жанына батқан. Қыс басталғалы газ қысымы төмендеп, қараша баспаналарында бүрсең қағып отыр. Соңғы 2 жыл уақытта осы жарық сөніп қалғанның кесірінен үйдегі құрал жабдықтарымыз электрондық бәрі істен шығып қалады. Соңғы 2 жыл бойы көргенім, қорлығымыз осы светтен. Жалпы Жұлдыз 3 ықшам ауданында 8 трансформатор бар. Шенеуніктер тозығы жеткен жарық желілерін ауыстыру жоспарланғанын жеткізді. Бірақ жаңа жобаның нақты қашан жүзеге асатыны әзірге белгісіз. Басты желіні ауыстыру үшін, жаңа заманауи кабельге ауыстыру үшін жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр қазір уақытта. Ол осы жылы жоба нақты аяқталып, оң сараптама алса, сәйкесінше қаражат көзіне байланысты жөндеу жұмыстары басталады. Әкімдіктегілер тұрғындарды алаңдатқан мәселелерді биыл толық шешіп беруге тырысамыз деп отыр. Бірақ жұлдыздықтар көптің жан айқайы сылдыр сөз, құрғақ уәдемен шектеліп қалмаса екен деп тілейді. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.